Технология дамыған сайын алаяқтар да айлаларын асырып жатыр. Компьютерлік технологиялардың қыр-сырын жетік меңгерген алаяқты хакер дейді. Хак ағылшын тілінен аударғанда шабуылшы, бұзушы дегенді білдіреді. Әр мұғалім оқушыларын кибершабуылдан қалай қорғау қажет? IT маманның кеңесіне құлақ түрейік. Жеке парақшаның паролін жиі ауыстыру қауіпсіздікті күшейтеді, бұзылуына жол бермейді. Парақшаны жеке нөмірмен байланыстырып, оған қос факторлы аутентификация жасап қойса, оның қауіпсіздігі артады. Интернетке жарияланған мәлімет ешқашан түбегейлі өшпейді. Қолмен өшіргенімізбен материал жүктелген сайттың серверінде қалады. Сондықтан кез келген материалды желіге жүктерден бұрын ойланыңыз. Жеке мәліметіңізді ешкімге мессенджер арқылы жібермеңіз. Дегенмен, IT мамандар көп қолданатын мессенджерлердің ішінде Телеграмды ең қауіпсіз деп есептейді. Телеграмда құпия чат функциясы бар. Бұл чат толық шифрленген. Қандай әдіспен болса да оны бұзу мүмкін емес. Қажет болса, жеке мәліметті осы чат арқылы жіберіп, кейін өшіріп тастаған жөн.